Сәлеметсіңдер ме? Мына дөңгелек столға жиналған ауылымыздың бет алдында ұстаған интеллигенттері, мамандар қатынасып отырсыңдар. Бүгін мына Гүлмира қарындасыма үлкен рахмет айтамын. Себебі әр нәрсенің бастауында, әр нәрсенің жақсылығында мұрындық болып жүреді. Бұл адалдық алаңы деген бекерден бекер шығып қалған деп ойлаймын. Елбасымыз жаңағы Нұрсұлтан Назарбаевтың кезінде осы біздің қоғамда жегідей жеп індет болған не бұл сыбайлас жемқорлық. Міне 30 жылдай болды егемендік алғанымызға. Бірақ осыны өз деңгейінде қолға алып, өз деңгейінде соны іске асырған кемшіліктер болды. Бірақ жаңа келген президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жұмысына келгеннен бастап осы жұмысты бірінші талапқа қойып отыр. Жемқорлық деген не ол өзі? Бұл жемқорлық бүгін кеше ғана шыққан дүние емес. Бұл заманнан осы ұлтқа да бөлмейді, мемлекетке де бөлмейді. Барлық жерде жегідей жейтін құрт ауру сияқты бәле. Ақыл айтардың алдында өзіміз адал болып, өзіміз жақсы болып жүрсек, соларға үлкен сабақ болады деп ойлаймын. Енді сөз соңында айтайын дегенім, мына жасаған ізгі іс-шараларың өте жақсы, Гүлмира. Бұдан да ары қарай дамысын. Шағын ғана адам емес, келешек осы ауру неден құтылса, Алла бұйыртса мектеп арасында, сыныптар арасында үлкен құрды өткізіп, жастардың сана-сезіміне құйдыра берсек, нұр үстінен нұр болады. Бүкіл мемлекетте болып жатқан нәрсе, оның бәрінен соны алдын алу, даму үшін. Ол бірінші мәселе, ол елбасының алдыға қойған мақсаты дамыған мемлекеттердің қатарына қосылу үшін, ол сыбайлас жемқорлық тоқтату. Және ол сыбайлас жемқорлық дегеніміз ол билік пен халықтың арасындағы нәрсе, ол билікті халық жемқор деп жаман жағынан көрсетпеу үшін сыбайлас жемқорлық тоқтатып, халық пен биліктің арасында бір-біріне қарым-қатынасты жақсарту мақсатында осындай іс-шаралар жасалып жатыр. Енді адалдық ол сыбайлас жемқорлық жоғалту деген адамның бір-біріне адалдық деген жақындастыру ғой. Ең бірінші мәселе. Бағана Сайлау ағамызда, Батырбек ағамыз жақсы айтып кетті. Осы жердегі жастарға бірінші осы сабақ болу керек, үлгі болу керек. Алдағы уақытта сыбайлас жемқорлықты тоқтату үшін өзімізден бастап ары қарай жастарға үлгі тәрбие беру керек. Сәлеметсіздер ме, құрметті бүгінгі жиынға қатысушылар. Біріншіден мен осы біздің ауылдық кітапханаға Гүлмира Рахымжанқызына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Бүгінгі күні ең актуалды мәселелердің бірі еліміздегі осы сыбайлас жемқорлықпен күрес болып тұр. Осы мәселеге байланысты бүгін Парасат жолы адалдық алаңы бүкіл республикада көлем алған шараны біздің ауылымызға дейін міне осы жетіп отыр. Оған міне өздеріңіз әр саланың өкілдері, ауылдық әкімдіктен бастап ақсақалдар алқасы бар, полиция қызметкерлері бар, барлығы қатысып отыр. Әрқайсымыз осы салаға өз үлесімізді қосамыз деп ойлаймыз. Өздеріңіз білесіздер, Нұр Отан партиясының бағдарламаларында да әр жыл сайын осы жемқорлықсыз ел, гүлденген ел деп әртүрлі бағдарламаларды шығарып жатыр. Таза сессия деген акциялар жүреді студенттердің арасында. Жемқорлық жегі құрт деген әртүрлі акциялар біздің мәдениет үйінде де өз жалғастарын тауып жатыр. Осы мәселелерді міне балабақшадан бастап, мектептерден бастап, әр ұрпаққа осы мәселені біз түбегейлі жеткізсек, жемқорлықтың түбіне балта шабамыз деп ойлаймыз. Түсіністік, құрмет пен сенім Парасат жол жобасының үш тірегі. Сондықтан осы бастамамызға сәттілік тілей отырып, сіздер тарапынан түсіністік қолдау болатынына сенім білдіреміз. Келіп шарамызға қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыз.